Жұртқа керегін білетіндер көп, істейтіндер аз. Білушілеріміз білгенімен қоймай істеуге кіріссе екен. Білушілеріміз істеуші болса, оларды көріп өзгелер де істер еді. Сөйтіп көсемдер көбейсе, ерушілер де көбейер еді. Істің басы түзу басталса, барысы да түзу болмақшы. Білімнің басты құралы – кітап. Мойындағы борышты білу білім ісі, борышты өтеу адамшылық ісі. Шабыттанып істемеген іс оңды да болмайды. Адамның өзінде сенім болмаған соң, ісінде де сенімділік болмайды. Жаман іс әркімнің қолынан келеді, жақсы істің қолдан келуі қиын. Жел кемесі болса да, от кемені іздеген, ат арбасы болса да, от арбаны іздеген, енді көк кемесін іздеп жатыр. Осының бәрі де жақсыдан жақсыны іздеу. Түріктің тұнық тілі түзу емлесі қазақта. Құрметті тыңдарман, қазақ тілді арнаның дамуына өз үлесіңізді қосып, тіркеліп кетіңіз. Ағашты кесетін балта, балтаның сабы ағаш. Адамның мінезі ойының түрінен, көңілінің күйінен, істеген ісінен білінеді. Ақылдың ісі аңдау, яғни нәрселердің жайын ұғу. Қиялдың ісі меңзеу, бейнелеу, суреттеп ойлау. Көңіл ісі түйіп талғау, ал тілдің міндеті ақылдың аңдауын аңдағанынша, қиялдың меңзеуін меңзегенінше, көңілдің түйеуін түйгенінше айтуға жарау. Құрметті тыңдарман, қазақ тілді YouTube арнасын қолдаңыз.